Сәлем достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге тунистік узордың тағы бір түрін көрсеткім келіп отыр. Ол үшін бізге әдеттегідей жіп және мынадай ұзын крючок қажет болады. Жұмысымызды петля алудан бастаймыз. Мен қазір сіздерге тек көрсету үшін 12 петлямен бастайын деп отырмын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мен 12 петля іліп алдым. Ары қарай жұмысымызды мынау бірінші петляға тиіспейміз, келесі петлядан бастап іліп алып бастаймыз. Осылай соңына дейін іліп шығамыз. Тунистік узордың бір ерекшелігі спесимен тоққан өрнек узорларға спесимен тоққанға ұқсайды, әрі тығыз болады оның нелері. Сол үшін маған тунистік узордың солнысы ұнайды. Егер бұл узор не үшін керек дейтін болсаңыздар, балаларға детский плед дейді, сондай тоққанға әдемі шығады екен. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мен барлық петляны іліп алдым. 12 петля шықты. Енді ары қарай бірінші петлядан өткіземін. Одан кейін 2 петлядан өткіз шығамын. Көрдік қой, бірінші петлядан өткіземіз, одан кейін қалғандан екеуден өткіземіз. Біздің узорымыз бұл екінші қатар болса, үшінші қатардан басталады. Сол үшін бірінші қатар әдеттегі тунистік узорлардың барлығында осылай басталады. Осылай болып шығатын. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Көрініп тұр, ендігі кезекте мынау жібіміз тұр крючокта. Екінші столбиктерден жұмысымызды бастаймыз. Екінші столбиктен іліп аламыз тек осылай. Үшінші столбиктен іліп аламыз, жіпті ораймыз, тағы да іліп аламыз. 3 болды, мынамен 4, 5 болу керек біздің жібімізде, крючогымызда. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына бағанағы бірінші іліп алғанды мынадан өткіземіз. Осылай шығу керек. Келесі іліп аламыз. Одан кейінгіден 5 жіп іліп аламыз. Біреуін ілеміз, айналдырамыз. Тағы да өткізіп ілеміз. 3 болды. Айналдырамыз. 4-ші рет 5-шісін ілдіріп аламыз. 5 болды. Мына біріншіні үстінен өткіземіз. 5-дің сыртынан өткіземіз. Тағы да өткізіп аламыз. Одан кейінгіден 5 жіп іліп шығуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жіпті үстінен өткіземіз. Ары қарай тағы да іліп аламыз. Одан 5 жіп. 1, 2, 3, 4, 5.
дейміз. Және бір айта кететін зат, 5 деппін ғой. Алған петляларыңыз жұп болу керек. Сонда артық жіп қалмайды. Сол үшін бастаған кезде петляңызды жұпсыз қылып алыңыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мынаны үстінен өткіземіз. Соңғы петля столбикті жай өзін іліп аламыз. Өйткені біздің шеттері әдем болушы үшін. Неке осылай шығады, міне, анық көрінді. Ары қарай біріншіден бір рет өткізіп аламыз. Одан кейін үшеуден өткіземіз. Міне үшеу. Үшеуден өткіземіз мінекей. Бесеудің екеуінен өткіземіз сонда. Ары қарай мына жерге бір рет іліп аламыз. Енді мына үшеу, мынадан екеу, бесеуден өткіземіз. Мынамен алтаудан өткіземіз мінекей. Мінекей. Іліп аламыз. Үшеуден өткіздік. Мынадан екеуден өткіземіз. Бір рет іліп аламыз. Ары қарай үшеу, екеу. Іліп аламыз. Ары қарай үшеуден, екеуден. Мына жерге бір рет ілеміз де, енді мына жерден үшеуден бір рет өткізіп аламыз. Сосын екеуден бір рет өткізіп аламыз. Мінекей бірінші қатар аяқталды. Бұл жерде онша бел әдемі көрінбейді. Қазір 2-3 қатар тоқығаннан кейін әдемі болып шығады. Не біріншісін үстіп аламыз. Одан кейін осы жерден жаңағыдай 5 рет іліп аламыз. Осы аркадан. Бағанарына бірінші жібімізді үстінен өткіземіз. Алдын. Келесі. Біріншістен бейтіп, іліп алып, бір рет тоқимыз мінекей. Кейін 5 рет іліп аламыз. Жібімізді өткіземіз. Іліп аламыз. Бір столбик бөлек. Тура сол жерден 5 рет айналдырып аламыз. Бірінші жібімізді үстінен өткіземіз. Біріншісін іліп аламыз. Тура сол жерден 5 рет іліп аламыз енді. 3, 4, 5. Тағы да бір рет іліп аламыз мінекей осылай. Ары қарай тура сол жерден 5 рет іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, мен 5. Жіпті айналдырып жібереміз өткізіп. Мінекей. Соңғысынан, жанынан, мінекей жанынан 2 жіптен 1 жіп шығарып аламыз. Осыдан тағы да бүйтіп күлчоғымызды алып аламыз. Ары қарай үшеуден шығарамыз. Міне қазір. Міне бір рет іліп аламыз. Енді мына жерден шығарамыз. Мынадан үшеу, мынадан екеу.
Bir rет іліп аламыз. Мінекей. Bir rет іліп аламыз. Екі-үш қатар тоқығаннан кейін өзі анық болады. Тоқылуы да оңай болады ол кезде. Бірінші, екінші қатар қиындау болады сәл. Мына жерде үшеуден бір рет шығамыз да, кейін екеуден бір рет шығамыз. Екінші узор қатарымыз аяқталды. Келесі. Мына жерде іліп аламыз. Сол аркадан 5 жіп іліп аламыз. 2, 3, 4, 5 болды. Енді мына бірінші жіпті үстінен өткізіп жібереміз. Мінекей. Келесіден де сөйтіп біріншісін іліп аласыздар. Мінекей осылай бір өзін ары қарай 1, 2, 3, 4, 5. 5 болды. Мына бірінші жіпті үстінен айналдырасыздар. Іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы жерден бірінші жіпті өткізесіздер. Бірінші жіптен құр өзін іліп аламыз былай. Бірінші жіпті. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші жіпті айналдырамыз үстінен. Бірінші реттісін ілдіресіздер. Ары қарай тура сол аркадан 5 рет айналдырамыз. 2, 3, 4, 5. Бірінші жіпті өткізіп жібереміз. Соңында мына жерден екі жіптен бір жіп шығарасыздар. Ары қарай тағы да тура содан бір жіп шығарып аламыз да. Енді 1, 2, 3 жіптен шығарамыз. Мінекей. Мына 3 жіптен шығарып алдық. Bir рет ілдіріп аламыз. Ары қарай 3 жіптен, мынадан 2 жіптен шығарамыз. Bir жіптен ілдіреміз. Bir жіп іліп аламыз. Ары қарай 3 жіптен, сосын 2 жіптен шығарамыз. Бірден іліп аламыз. Тағы да 3 жіптен, 2 жіптен шығарамыз. Bir айналдырып аласыздар да. Ары қарай 3 жіп, 2 жіп. Айналдырып аламыз. Енді соңында 3 жіптен бір рет шығарасыз. 2 жіптен бір рет шығарасыз. Осылай шығады. Мінекей мынандай болады үлкейткен кезде. Бұл узормен жаңа айтқандай балаларға арналған плед тоқуға, немесе безрукавка, жакет, сондай нелер тоқығанға да әдемі болады. Егер видео сабағым ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.